Қайырлы күн. Математикалық сауаттылықтағы сан және цифр немесе кітап бетін номерлеу, яғни осыған қатысты есептеуді осы тақырыпта толық қарастыратын боламыз. Ең алдымен біз бұл кітап бетін номерлеуге қатысты формула қайдан шықты соған тоқтайық. Әрине оның дайын формуласы бар. Бірінші беттен басталса, екінші беттен басталса, сан егер 1 мен 189, яғни цифрлар 1 мен 189-ның арасында болса, 189 менен 2889-ның арасында болса деген сияқты әртүрлі дайын формулалар бар. Бірақ біз түсіну керекпіз, ол қайдан шықты және біз оны қалай қолданамыз. Біз енді соған тоқталайық. Алдымен мен мынаны былай бөлейін. Бірінші бір таңбалы сандарды қарастырайық. Бір таңбалы. Яғни қанша сан бар, қанша цифр бар, немесе қанша бет бар, бәрібір. Сан мен бет екеуі бір затты білдіреді. Бір таңбалы сан. Енді біз түсіну керекпіз, бір таңбалы ол бірден басталады 9-ға дейін. Яғни 1 мен 9-ға дейінгі сандар ғана. Бұның барлығы бір таңбалы болғандықтан бұл жерде 9 сан бар. Сәйкесінше 9 цифр бар. Екеуі бірдей. Мына екеуі бірдей. Келесі зат екі таңбалыларды қарастырсақ болады. Екі таңбалылар. Яғни екі таңбалыға тоқталатын болсақ, ол бізде былай болады. Енді түсінікті, екі таңбалы болғандықтан ол 10-нан басталады. Екі таңбалы сан. Енді екі таңбалы сан қанша? Ол 10-нан басталады. 99-ға дейін. Осы жерде бұл қазір қанша сан шығатындығын негізі жазып кеткен дұрыс. Мына жерде де жазып кету керек. Мысалы 1 мен 9 дегенде бұл қайдан шықты? Мен 9-дан 1-ді аламын. 8 шығады ғой. Бәрі ойлайды 8 сан бар деп. Негізі олай емес. Енді осы 8-ге 1-ді қосып беру керек. 9. Сонда 9-тан шығады. Ол қайдан шықты? Мысалы мен айтсам, 2 менен 5 деген санның арасында қанша сан бар десем, көбі 5-тен 2-ні алады да 3 сан бар деп ойлайды. Бірақ олай емес. Мына жердегі 2-нің өзін санамай кетіп тұрмыз да біз ол жерде. Өйткені 3 бар, одан кейін 4 бар. Яғни бізде 4 сан бар болу керек. Сондықтан всегда 1-ді қосып беру керекпіз. Соған байланысты мен мына жерде қанша сан бар екенін тоқталып берейін. Яғни 99-дан мен 10-ды аламын, және оған 1-ді қосып беремін. Сол кезде менде 90 сан шығады. Енді мына 90 санда қанша цифра бар? Соған тоқталу керекпіз. Енді қарайық. Мысалы мен 12 деген санды жазсам, мен бұл жерде 1 деген цифр қолдандым, және 2 деген цифр қолдандым. Яғни мына 12-ні жазу үшін мен 2 цифра қолдандым. Сол себептен мен бұны 2-ге көбейтемін. Яғни бір-ақ сан бар, бірақ 2 цифр болады. Сол себептен мен 90-да 2-ге көбейту керекпін. Өйткені каждый 2 таңбалы сан, яғни әрбір 2 таңбалы санға мен 2 цифра қолданып отырмын. Мысалы 99-ның өзін жазу үшін мен 9-дан біреу, 9-дан біреу, яғни 2 қолдандым. Сондықтан мен бұны 2-ге көбейтемін. Онда 90 көбейтілген 2 тең 180 шықты. Яғни 180 цифралар. Осындай болады. Енді 3 таңбалыларға тоқталсақ, 3 таңбалы қанша сан, қанша цифр бар? Соған тоқталайық. Енді 3 таңбалылар түсінікті, ол 100-ден басталады. 3 таңбалы сан берілдік. Бұл түсінікті, 100-ден басталады бізде, және 999-ға дейін болады. Бұл жерде тура осы тәсілмен есептеп қанша сан бар екенін табамыз. 999-дан мен 100-ді алып тастайын, және оған 1-ді қосып беремін. Сонда менде 900 сан шығады. Мынау 900 сан. Енді каждый 3 таңбалы, мысалы 123 деген санды жазу үшін мен 1 цифра, 2 цифра, және 3 цифра қолдандым. Яғни 3 цифр пайдаландым. Сол себепті мен мынаны 3-ге көбейту. Яғни 900-ді 3-ге көбейтемін. Өйткені каждый 3 таңбалы, әрбір 3 таңбалы санды жазу үшін мен 3 цифрдан пайдаланамын. Сонда менде 2700 шықты. 2700 менде цифр бар.
Енді соңғы 4 таңбалымызды бұл кете береді. 5 таңбалы, 6 таңбалы кез келген жаза аламыз. Енді соңғы 4 таңбалымен аяқтасақ болады. 4 таңбалы. Енді осыны қарастырсақ, 4 таңбалы сан. Бұл жерде бізде 999-пен аяқталды. 3 таңбалы, мынау бізде мыңнан басталады. Біріншісі. Осыдан басталады да, бұл 9999-пен бітеді. Бұл жерде де тура жаңағындай жасаймыз. 990, яғни 9999-дан азайтам мыңды, қосам 1-ді, шығады менде 9000 деген сан. Алып тастап 1-ді қостым, сол кезде менде 9000 шығады. 9000 менде сан бар. Бұл 4 таңбалылардың саны. Енді каждый 4 таңбалы санды жазу үшін, мысалы 1231 деген санды жаз десе, мен бұл жерде 4 цифр қолданып тұрмын. Міне. Сол себепті мен 9000 санды 4-ке көбейтемін. Сонда менде 36000 цифр шығады. Міне, сан және цифр немесе кітап бетін нөмірлеуде біз осы заттарды жақсылап білсек болды. Енді ол дайын формула кейде қолданылмай қалады, себебі мысалы кітапты 5-ші беттен бастап нөмірлет десем, мен формуланы қолдану үшін оған қосымша жұмыстар жасау керек болады. Яғни бірден алып қоя алмайын да, тек есептеу керек болады. Сондықтан біз мына нәрсені біліп алатын болсақ, осымен кез келген формуланы шығара аламыз деген сөз. Енді осыған нақты есептеп қарастырсақ. Тақырыпты толық түсіну үшін мынандай бір есеп қарастырайық. Кітаптың соңғы бетінің номері 500 болса, осы кітапта барлық беттер нөмірлеу үшін қанша цифр жазылатынын таптық тұр. Енді біз оны бағанағы білетін ереже бойынша тауып көрейік. Яғни былай жасаймын. Бір таңбалыны қарастырамын, мен оны 1 деп жаза берейін. Бұл жерде менде қалай болады? 1-ден 9-ға дейін. Бізге енді цифра керек, бірақ мен екеуінде жазамын. 9-сан 9 цифры бар. Осылай қалады, ары қарай 2 деп қойайын, бұл 2 таңбалы сандарды білдірсін. Бұл 10 мен 99. Бұл жерде біз білеміз уже 90 сан 2-ке көбейтем, 180 цифры бар. Енді ары қарастырсақ, 3 таңбалы. Бұл жерде мен 100-ден бастайын, бірақ 999-ға дейін апармайын. Себебі менде 500-ге дейін ғана барған. 500-бен аяқталып қалды. Осы жерді дұрыстап есептесем болды. Ары қарай не істеймін? 500-ден 100-ді аламын, және 1-ді қосып беремін. Шығады менде 500-ден 100-ді алам, 400 болады, 400-ге 1-ді қосамын. Ол 401. 401 менде сан бар, яғни 3 таңбалы сандар ғой. 401 сан бар. Енді мен 3 таңбалын жазу үшін 3 цифра қолданғандықтан 401-ді 3-ке көбейте салам. Сонда менде 400-ді 3-ке өтсем, 1200, 3 деген сан, яғни цифра шығады. Ал цифр. Болды. Менде барлығы бар. Енді менде цифр сұрап тұрма, мен цифрлардың бәрін қоса салам. Яғни 1200 3-ке апарамда 180-ді қосамын, оған апарамда 9-ды қосамын. Осыны есептесем болды. Менде есептің жауабы шыға салады. Яғни есептейміз, сонда бізде 1392 деген жауап шығады. 1392 цифр. Сонда жауабы осыған тең екен. Енді бұны формула арқылы да есептеу болады. Біз сондықтан жазып кете салайық. Бізде мынандай формула бар еді. Егер 3 таңбалы ғой бізде, мына 500 бет, ол 3 таңбалы. 3 таңбалы болса, мен берілген осы бетті аламда, 500 бетті аламда 3-ке көбейтем, және бұдан 9 және 99 дегенді алып тастайсың. Мынандай да жол бар есеп шығарады. Сонда менде не болады? Менде көбейтсем 1500 болады. 1500-ден 108-ді алам. Бәрібір осы 1392 деген жауапты аламын. Бұл бізде дайын формула, яғни бетті цифрға айналдыратын дайын формулалар. Бұл 3 таңбалы кезінде. Егер 1 таңбалы, мысалы 2 таңбалы болатын болса, 2-ке көбейтіп 9 алып тастайық.
3 таңбалы болатын болса 3-ке көбейтемін да 9-ды 99-ды алып тастаймын. 4 таңбалы болатын болса 4-ке көбейтемін 9-ды 99-ды және 999-ды алып тастаймын. Бұлардың барлығы менде алынып жатқан сандар. Солай есепті шығарсам болады. Бұл тағы бір дайын формула. Бірақ бұл формула бізде қолданылмай қалады. Егер мысалы мына жерде 500 бет болса деп бірінші беттен басталған жағдайды қарастырып қойғам. Мысалы мен 7-ші беттен бастап кетсем, 8-ші беттен бастап кетсем, мына формула орындалмай қалады. Сол себепті мына жолды да білу керекпіз. Негізгі идея осы жол арқылы шығады. Енді келесі керісінше айналдыратын жағдайды қарастырайық. Керісінше болатын есептер болады, соны қарастырсақ. Енді керісінше есеп. Яғни бізде цифр берілген, біз санды немесе бетті табу керекпіз. Жаңағы есепке қарсы жүреміз. Мынандай есептер берілетін болса. Ең алдымен біз бұл есепті қалай шығарамыз? Бізде 2893 цифра берілген. Мен бұдан былай жасаймын. 2893 цифра ол бір таңбалы цифрлардан көп қой. Біз білеміз, бір таңбалы ол жерде мен бағана айтқан 9 цифры бар деп. Потом 2 таңбалы болды бізде. Ол жерде 180 цифра болды. Одан кейін 3 таңбалы болды. Ол жерде бізде 2700 цифра болды. Енді біздің мына берілген цифрлардың саны, мына берілген 2893 цифр. Мына 9-дан да 180-ден де 2700-ден де көп. Яғни мына үшеуінен де көп. Егер бұл одан көп болатын болса, мен мына үшеуін де алып тастап 4-ке бөлу керек болады. Себебі бұдан көп деген сөз, одан артық қалатыны 4 таңбалылардікі деген сөз. Мысалы менде 9 емес, менде 32 цифр берілді деп берілсе есеп, мен 9 алғанда 2-ке бөлу керек. Себебі 2 таңбалы цифрлардың саны шығады сол кезде. Егер мысалы 2-дің қосындысы менде 189-189-дан көп 250 цифр берілді десе, мен мына екеуін қосқандан, яғни 189-ды қосамын да, жаңағы 250-ден алып тастап 3-ке бөлемін. Сол кезде менде 3 таңбалар шығады. Тура солайынан мен қазір мынаны былай жасаймын. 2893-тен мен азайтамын 9-ды, азайтамын 180-ді, азайтамын 2700-ді. Былайша айтқанда 2893-тен мына сандардың барлығын алып тастау керек. Бұны не үшін жасап отырмық? Бізде осылардан бөлек, яғни бір таңбалылардан бөлек, 2 таңбалылардан бөлек және 3 таңбалылардан бөлек басқа цифралар бар деген сөз. Ол 4 таңбалылардың саны, 4 таңбалылардың цифры. Біз соны табу керекпіз. Алдымен қанша шығатыны. Енді алып тастаған кезде бізде не шығады? Бізде 4 деген сан шығады. Мынаның бәрін алып тастасам, менде 4 шығады. Бұл 4 қалған цифр. 4-ақ цифр қалды. Бір таңбалы цифрды алып тастадым міне. Мынаны 2 таңбалы цифрды алып тастадым, 3 таңбалы цифрларды алып тастадым. Сонда менде 4-ақ цифр қалды. Бұл 4-ақ цифр нені білдіреді? Ол 4 таңбалы деген білдіреді. Сондықтан мен оны 4-ке бөлемін. Өйткені мен 4 таңбалының каждыйына қанша цифр, яғни қанша санға қолданған білмеймін. 4-ке бөлсем менде 1 шығады. Бұл бірақ санға қолданылды деген білдіреді. 4 цифр 1 санға, 4 таңбалы санның біреуіне ғана қолданылды. Бұл түсінікті, ол 1000 деген санға қолданылды. Себебі бірінші 4 таңбалы сан ол бізде 1000-ға тиеді. Міне осыған 4 цифр қолданылған. Біреу, екеу, үшеу және төртеу. Енді біздің жағдайда бұл есеп сразу шығып кетті. Бірақ мен мына 1000 екенін бір санға қарап таба салдым ғой. Кейде олай таба алмаймыз. Сондықтан оны табу үшін не істейміз? Соған тоқталайық. Енді қарайық. Бізде мынандай жағдай бар. Бір таңбалы 9 сан бар. 2 таңбалы 90 сан бар. Біз оны алдында көрсетіп кеттік. 3 таңбалы 900 сан бар. Ал 4 таңбалы жалпы сан бар екен. 1 деген. Осыны қоссақ бізде 1000 деген жауап шығады. Яғни бұл кітапты нөмірлегенде бізде 1000 беттен тұрған. Ал осы 1000 бетті нөмірлеу үшін бізге 2893 цифра қажет болған екен. Енді осы есепті біз керісінше де шығара аламыз. Мысалы біздің цифра, 2893 деген цифра. Ол жаңағы айтып кеткен нелерден көп қой. Дайын формуласы бар. Сол формула бойынша есептеп көрсетсем болады. Қазір сол бойынша да шығарып көрсетейік. Жаңа айтып кеткенімдей, мынаның барлығы 2893 деген. Ол 9-дан да 180-ден де 2700-ден де көп.
ол деген сөз төрт таңбалы цифр бар дегенді білдіреді дедік. Енді бізде дайын формула бар болатын, сол формула бойынша есептесем болады. Яғни мен былай жасаймын. Мына 2893 деген цифрға қосам 9-ды, қосам 99-ды, қосам 999-ды. Бір таңбалы 90-ды қостым, одан кейін 99-ды қостым, сосын 999-ды қостым. Сосын барлық қосамында апарып 4-ке бөлемін. Мынаны бәрін апарып 4-ке бөлетін болсам, менде болса 1000 деген жауап шығады. Бұл да дайын формуласы. Енді бұл формулаларда мынандай шарттар бар да. Мысалы, бұл формулаларда мынандай шарт бар. Бұл жерде цифр мысалы 9 менен 189 арасында болу керек деген шарттар бар. Бұндай жағдайда мен мысалы ортада тұрған x дегенді 9-ға қосу керекпін да 2-ге бөлу керек болады. Осындай шарты бар. Одан кейін 189 мен 2889 болады. Ол жерде мен 3-ге бөлу керекпін деген сияқты шарттар бар. Ең оңай жолы бағанағы біз көрсеткен тәсіл арқылы, яғни формуланың қайдан шыққандығын білсек, сол арқылы есепті тез шығаруға болады. Түсінікті болып ойлаймын.